Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ағылшын сабағынан 66-67 беттердегі тапсырмаларды өтетін боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Story time, яғни тарихи уақыт. Exercise number 1. Listen and read. How does the old watchman warn the people of Krakow? Тыңдаңыз және оқыңыз. Қарт күзетші Краковтарды қалай ескертеді? Мәтінді оқимыз. This is the city of Krakow in Poland many years ago. Бұл көп жылдар бұрынғы Польшадағы Краков қаласы. An old watchman is standing at the top of a tower. Мұнараның басында қарт күзетші тұр. Think over the city making sure its people are safe. Ол күн сайын сол жерде тұрып, қаланың қауіпсіздігіне көз жеткізеді. One day he sees a cloud of dust in the distance. The old watchman is worried. What is it? Бұлтын көреді. Қарт қарауыл уайымдайды. Бұл не дейді? Енді екінші мәтінді оқимыз. The Trumpeter of Krakow. Краковтың кернейшісі. A story from Poland. Польшадан келген оқиға. As the watchman looks closer, he can see that a large army is galloping towards the city. Жақынырақ қараған кезде, қалың әскер қалаға қарай жүгіріп келе жатқанын көреді. Invaders from the east want to attack the people of Krakow. Шығыстан келген басқыншылар Краков қаласына шабуыл жасағысы келеді. Үшінші мәтінді оқимыз. There is only one thing the watchman can do. He picks up his trumpet immediately and starts to play the warning tune again and again. Күзетшінің қолында бір ғана нәрсе бар. Ол дереу кернейін алып, ескерту әнін қайта-қайта ойнай бастады. Төртінші мәтінді оқимыз. At first the people of Krakow are puzzled. Арасында Краковтар кернейдескенде аң-таң болады. They don't know why the watchman is playing the warning tune again and again. Олар күзетшінің ескерту әнін қайта-қайта ойнай бастаған басында түсінбейді. Suddenly they realize that someone is attacking the city. Кенеттен олар өздерінің қаласына басқаларын шабуыл жасап жатқанын біледі. Бесінші мәтін. The invaders are getting closer and closer to the city, but the Polish archers are ready to fight. The archers line up and the battle begins. The Polish arrows fly through the air. Eventually the invaders turn back. Krakow is safe. Басқыншылар қалаға барған сайын жақындап келеді, бірақ поляк садақшылары күресуге дайын. Садақшылар сап түзеп, шайқас басталды. Поляк жебелері ауада ұшып жатыр. Ақырында басқыншылар кері бұрылды. Краков қауіпсіз. Алтыншы мәтін. Everyone is celebrating, but the old man is not with them. Where is the watchman? We must find him. He is a hero. Барлығы тойлап жатыр, бірақ қарт күзетші орнында жоқ. Күзетші қайда? Біз оны табуымыз керек. Ол батыр дейді. Жетінші мәтін. The people find the old watchman, but sadly, he is dead. He is still holding his trumpet, ready to blow on last note. Адамдар қарт күзетшіні тауып алды, бірақ өкінішке орай ол қайтыс болыпты. Ол әлі де кернейін ұстап, соңғы нотасын тартуға дайын. Сегізінші мәтін. The brave old watchman from Krakow becomes a hero. Hundreds of years later, from the tower in Krakow, every hour a trumpeter plays the tune, to remember the trumpeter of Krakow. 9-ші мәтін. The old watchman is standing at the top of a tower. One day he sees a cloud of dust in the distance. The old watchman is worried. What is it?
Краковтың қарт күзетші батырға айналды. Осы оқиғадан кейін жүздеген жылдар өткеннен кейін де Краков мұнарасында сағат сайын кернеушіні еске алу ретінде әуен ойнайды. Exercise number 2. Read and put the story in order. Екінші жаттығу. Оқы және сөйлемдерді ретке келтір. Біріншісі, see. The old watchman sees an army galloping towards Krakow. Қарт күзетші Краковқа қарай жүгіріп келе жатқан әскерді көреді. Екіншісі, әрпінде. He plays the warning tune on his trumpet. Ол кернеуінде ескерту әуендер ойнайды. Үшіншісі, B. The people of Krakow understand that someone is attacking the city. Краков тұрғындары өздерінің қаласына шабуыл жасап жатқандарын түсінеді. Төртіншісі, A. The archers line up and protect the city. Садақшылар сап түзеп өз қаласын қорғауда. Бесіншісі, F. The city of Krakow is safe, but the old watchman is dead. Краков қаласы қауіпсіз, бірақ қарт күзетші өлді. Алтыншысы, D. The people of Krakow show respect to the old watchman by playing the tune every hour. Краков тұрғындары қарт күзетшіні әуен тарту арқылы құрметтейді. Number 3. Over to you. Tell the class. Сыныпқа айт дейді. Біріншісі, сұрақ. Do you like the story? Why? Why not? Бұл әңгіме оқиға несімен ұнады, несімен ұнамады дейді. Бірінші жауабы. Yes, this is very cool. Anyone will love the old watchman's hero. Бұл оқиға өте керемет. Кез келген адамға қарт күзетшінің ерлігі ұнайды. Екінші сұрақ. What is your favorite part of the story? Әңгіменің сізге ұнайтын бөлігі қандай дейді. Маған 6-шы бөлімі ұнады. Everyone is celebrating, but the old man is not with them. Where is the watchman? We must find him. He is a hero. Яғни бұл жерде 6-шы бөлімде барлығы тойлап жатыр, бірақ қарт күзетші орнында жоқ. Күзетші қайда? Біз оны табуымыз керек. Ол батыр дейді. Үшінші сұрақ. Why should you respect brave people like the old watchman? Қарт күзетшідей батыл адамдарды неліктен құрметтеуіміз керек дейді. People who sacrificed their lives to save others should be respected without forgetting. Өз өмірлерін қиып басқаларды құтқарған адамдарға құрмет көрсетуіміз керек.